В такси или на такси. В такси бұл ішіндегі жағдайды айтқанда қолданамыз. Ал на такси бұл жетуді білдіреді. Мысалы, мен таксимен жеттім дегенде. Енді мысалдарға тоқталайық. Я сидела в такси и ждала тебя. Мен сені таксидің ішінде күттім, яғни сыртында емес. Таксидің дәл ішінде сені күттім деген сөз. Келесі мысал, он решил доехать на такси. Ол машинамен жетуді шешті деген сөз. Тағы бір мысал, я на такси доехала, а в такси я забыла свою сумку. Яғни мен таксимен жеттім, ал таксидің ішінде мен өз сумкемді ұмытып кеттім деген сөз. Сонымен, в такси ішіндегі жағдай, на такси бұл жетуді білдіреді. Енді қай предлогты қойған дұрыс деп ойлайсыз? Я села в такси или на такси? Бұл сөйлемде ішіндемін, ішінде отырмын деген мағынада. Бұл мысалда в предлогын қолданамыз. Себебі